Так, қайырлы күн балалар. Бүгін суббота күнгі тестті талдайтын боламыз. Бірінші сеп. Радиусы 3 сантиметр, биіктігі 4 сантиметр болатын цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Так, цилиндрдің бүйір бетінің ауданы. Цилиндр бүйір беті. 2 пи р h. 2 пи радиусымыз 3, ашымыз 4. Көбейте саласыңдар. 6, 24 пи. Яғни форманы жаттау керек болады бұл жерде. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы. RH. Келесі. Функциясында жүргізілген жанама түзуіне параллель болатын нүктені табыңыз дейді. Окей. Бірінші. Параллель деген мағынаны түсіне алайықшы. Қашан түзулер параллель болады дейді. Екі түзу бір-біріне параллель болады. Қыздар, жігіттер, екі түзу бір-біріне параллель болады, егер мына к-лар тең болса. К-лары тең болса, y1 мен y2 екеуі параллель болады. К-лары тең болса, к1, к2 деп қояйын. Екеуі тең болса ғана параллель болады. Яғни, параллель дей ма, мына бір түзудікі 16 ма, мына функцияның жанамасының да коэффициенті, бұрыштық коэффициенті 16 болады. Жанамаға байланысты не білеміз? К деген бізде f'(x0) туындысын алып к-ға теңестіреміз. Біздің к-мыз 16 болып тұр. Қыздар, жігіттер, біздің к-мыз 16. Яғни туындысын алып 16-ға теңестіресіңдер. Туындыны туынды деген не? Дәреже алдына түсіп бірге келмейді. 3 алдына түседі, дәреже бірге келіп қалады. Санның туындысы 0 болып кетеді, өйткені бұның x жоқ. 3 пен 3 қысқарады, x квадрат тең 16. Туындысын алып болдық, оны 16-ға теңестіресіңдер. Қандай санның квадраты 16 болады? Плюс минус 4. Жауапты кел. Келесі. 10 сыныптың кері тригонометриялық теңдеу не? Теңдеуінің шешімі жатқан аралық табыңыз дейді. Арк косинусты лақтырасыңдар. Арк косинусты лақтырамыз. Косинус болып келеді. Косинус 90 градус кезінде 0 болады. Таблицаның астында. Плюс 1-ді лақтырамыз. Минус 1. Минус пен минус. Қысқарып, 2-ні лақтырамыз. 1 бөлін 2 немесе 0,5. 0,5 жатқан қараңыз. 0,5 жерде бар ма? Бар. Мына жақта жоқ, мына жоқ, мына жоқ. Жауабы А. 0,5 жатқан аралық. Сөйлемді толықтырыңыз дейді. Өзара кері функциялардың графиктері қатысты симметриялы орналасады дейді. Кері функциялар былай қойғанда OX осіне қатысты емес, теория келіп тұрген, иә? OX осіне қатысты емес. Енді бұл жерде былай болып тұр. Кері функциялар біреуі былай жатса, бір функция оған керісі былай жатады. Примерно кімді көрсетеді. Кері функциялар всегда y тең x деген түзуге симметричный жатады. Кері функциялар y тең x-ке симметриялы орналасады. Всегда деп қойын ба? Теория келіп тұрген, иә, міне. Y тең x түзуіне симметриялы болады. Келесі жаттап алыңдар, жаттайтын зат. Теңдеуінің шешімі x0 болса, мына өрнегін мән тап. Бірінші x0 болып тұр бізге. X-терді оңаша алып аламыз. Дәрежелер қосу кезінде олар до этого көбейтілген, міне. X-терді оңаша бөлек алып аласыңдар. 2-дің x дәрежесі плюс 2-дің x дәрежесі көбейтілген 2, 2-дің x дәрежесі көбейтілген 2-ның квадрат 4 болады. Міне, x-ті бөлек алып алдық. Чисто бөлек бірге тұрған бағана бөлек алып аласыңдар.
Бөліп алып алғаннан кейін жақшаның сыртына шығарасыңдар екінің х дәрежесін. Бәріне де бар алып аламын. Мынау полноценный шығып кетсе, жақшаның сыртына бір қалады. Мынау шығып кетсе, екі қалады. Мынау шығып кетсе, төрт қалады. X'ті алып алдым, қосамыз. Жеті тең болып тұр елу алты. Екінің х дәрежесі тең болып тұр. Елу алтыны бөлеміз жетіге. Сегіз. Кейін ойланамыз. Сегіз екінің қандай дәрежесі еді? Кубы екі мен екі. Қысқарады, жауабы үш екен. Үш деген жауап жоқ, себебі оны мына өрнекке қоясыңдар екен. Үштің квадратына қосам екіні бөлсем үшке. Үштің квадраты тоғыз. Екі үш алты қоссам 15. Жоқ, 15 деген вариант шығады екен. Келесі ықшам даңғысында оңай есебінде бірінші жақшыларды ашып қояйық. Минус 24 минус 40-ға минус пен минусты өтеміз. Плюс 16 б. Мына минус бәріне әсер етеді. Минус пен минус. Плюс 4а минус мынаған барады. Минус 5 б. Бірінші аларды реттеп алайық. Минус 40-ға бар. Плюс 4а. Қоссақ минус 36а болады. Минус 36а бар. Минус 36а жоқ. Минус 36а жоқ. Жауабы а болады. Тексере салайық бұларды. 16 бұдан астан 5 бұны. 11 б. И минус 24 дұрыс екен. Дальше. Бобырды диагоналінің осындығын табыңыз дейді. Бобырды оны оқымай тұр ма? Жақсы. Бобырды оқыды. Қыздар, жігіттер, параллелепипедтің диагоналінің катовый формасы бар. 10-шы сынып. Диагональ формасы а квадрат плюс б квадрат плюс с квадрат. Бұл жаттап алыңдар. Параллелепипедтің диагоналі. Параллелепипедтің диагоналінің осындығы формула. Міне тұр а, б, с-лар тұр. Түбір астында 2-нің квадраты 4, 2-нің квадраты 4, бірдікі 1. Қосамыз 8, 9, түбір астынан 3 болып шығады екен. Келесі суреттегі бойылған күлгін аймақтың нүктелер жиынын анықтайтын теңсіздікті табыңыз дейді. Окей. Берілген функция бізде шеңбер x квадрат плюс y квадрат тең r квадрат. Мынау шеңбердің теңдеуі. Бірақ біз оны теңсіздік түріне жазамыз қазір. Бірінші радиусын табылайық. R деген радиус қалай жетті? 1, 2, 3. Радиус 3 екен. Значит, x квадрат плюс y квадрат тең 3-тің квадраты. 3-тің квадраты 9. Тең десем, мына полный мына бөлігін ғана тауып береді. Тең десем, осы бөлік тауып береді маған. Маған бірақ болу емес, еще маған бұның үш жағы да керек екен ғой. Осы шеңбердің кішкентай бөлігі керек. Яғни 9-ның кіші бөлігі де керек. Еще 9-а тең бөлігі де керек. Жауабы Д екен. Егер шеңбердің сырт жағы болса, былай болады. Шеңбердің сырт жағы болса, үш болсыншы. Сырт жағы болса, бұндай жағдайда жауабы x квадрат плюс y квадрат 9-дан сырт үлкен жағы болған ба, үлкен не теңдік болсын. Егер мынаның шеңберлерің полный боялмай пункттермен тұрса, пункттермен, яғни шеңбердің өзі алынбаған, шеңбер боялмаған жай пункттермен тұрса, жай үлкен болады, теңі жоқ. Жай үлкен болады, теңі жоқ. Келесі. Канондық түрде берілген түзуіне параллель және мына нүкте арқылы өтетін түзудің параметрлі түрде берілуін жазыңыз дейді. Окей. X минус x0 m, y минус y0 n, z минус z0 k түрінде беріледі. Түзу осылай берілу керек болып тұр. Параметрлі түрде ме? Параметр дегенге өздерің бір айнымалы енгізесіңдер. Например, т деп аласыңдар. Параметрлі десе,
т деп алу керек болып тұрсыңдар. Окей, x0, y0, z0 деген не бәле? Бұлар нүктелер беріледі. Нолевой нүктелер міне беріліп тұр. Мыналар. Мына x, y, z. Ең қараңдар. X минус x0-ның орнына минус бірді қоясыңдар. Минус бірді қоямыз. Формуладағы минус пен бір минус бір плюс бір болып кетеді. Бөлінген m, бұл нормаль векторы. M, N, K бұлар өзгеріссіз қалады. Бұлар өзгеріссіз қалады. Қалай бар? 3 бар ма? 3 дейсіңдер. Параметр енгізу керекпіз. Тең т деп қоясыңдар. Осы жерден x табу керек. Бөлінген үшіне қылықтырамыз. 3-ті. Плюс 1-не қылықтырамыз. Минус 1 болады. 3-ті минус 1-ден жауапсыз. 3-ті минус 1 ма? Жоқ, а емес. 3-ті минус 1 ма? Минус 3-ті жоқ. 3-ті минус 1 ма? Иә. 3-ті минус 1 ма? Жоқ. Значит, жауабы С болады. Қалғандары қайдан шықты дегенге таушы көрсетіп берсең тағы да біледі. Міне, y минус y0 деген орнына 0-ді қойсыңдар. Бөлінген n-дер өзгеріссіз қалады. Менде минус 2. Тең параметрге. Тең т. Y минус 0 жазбаймын. Бөлінген минус 2 не қылып тұрамын? Көйтіп тұрады. Минус 2т. Тұр ма? Тұр. Жауабы С екен. Z-ті дәл осылай тексеріп көрсіңдер. Басқа жігіттер. Дальше. Геометриялық прогрессияда b5, b8 берілген болса, екінші және төртінші мүшелерінің қосындысындамыз. Окей, берілген мәліметтер бойынша b5 деген не ол? b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі. 5-ге жетпей 4 дәреже. b8 деген ол b1 көбейтілген q 8 болу үшін жетпей тұр оған 7 дәреже. 162. Берілген мәліметтерді бөліп жібереміз. b1 мен b1 қысқарады. 4-еу мен 4-еу кетіп болады. Қалқап тұр. Q-дің әлі 3-еуі бар. Тең. Мына Q қысқарады ма екен 6-ға. 162-ні бөлеміз 6-ға. Бөлінген 27. Қысқарады 27-ден минус 1. Окей. Көте пропорциямен. Q куб тең болып тұр. Минус 27. Қандай санның кубы минус 27? Минус 3-тің ғана. Q-ді минус 3-кен тауып алдық. b1-ді керек енді b1-ді табу үшін кез келген біреуіне қойса болады. Мына жерге қосайық. Енді мына жаққа осылай безіреді. b1 көбейтілген минус 3-тің 4 дәреже тең болып тұр минус 6-ға. Минус 3-тің 4 дәрежесі 81. Минус 3-ті өзіне 4 рет көбейтсеңдер, минус өзіне 4 рет көбейтсеңдер плюс болып кетеді. 81 шығады. Көбейту 81-ді лақтырамыз. Бөлу 81 болып барады. 81 6-ға бөлінбейді, бірақ 3-ге қысқарады. Тұра берсінші. Сұрақ қандай? Екінші және төртінші мүшелерінің қосындысын тап дейді. b2-ні тауып алайық. b1 көбейтілген q 1 дәреже. b4-ті тауып алайық. b1 көбейтілген q куб. b1 деген бізде минус 6 бөлінген 81. Көбейтеміз q-ға минус 3-ге. b4 деген бізде ол b1 көбейтілген q куб. Минус 3-тің кубы минус 27. Көбейте салайық жарайды. Минус пен минус көтеміз. Плюс 18 бөлінген 81. Минус пен минус көтеміз. Плюс 81 үстінде 6 мен 27 көтеміз. 6-ны көбейтеміз 27-ге. 162. 162. Ортақ бөлім бар ма? Ортақ бөлім бар. 162-ге қосамыз 18-ді. 180. Жауап осындай жауап. Бұндай жауап жоқ. Себебі бұнда қысқарту бар. 180-ді бөлеміз. 81-ге 2 бүтін 1. Жауабы А немесе С. Қысқартып алсаңыз жарайды. Екеуі де бөлінеді. 27-ге бөлінеді дей ме? Жоқ, 18-ге. Екеуі 9-а бөлінеді, значит. 9-а бөлеміз. 20, 9 бөлім 9. 29, Y бар, 2 бүтін 9-дан
көрдім мекемесіндерге 2,9'дан 2 ар. Келесі тағы бір тыңдап болыңдар. Қыздар жігіттер, тағы бір тыңдап болыңдар. Теңдеулер жүйесінің шешімі болса, x көбейтен негізі табылады дейді. Жарайды. X пен y-тің көбейтіндісін табу керек болып тұр екен. Жақсы. X плюс y минус 4 астына тұрған. Астына тұрған мынау қысқаша көбейту формуласы емес пе? А квадрат минус b квадраттан а минус b а плюс b тең 32. Ең қараңғы қыздар жігіттер. X пен y-тің қосындысы минус 4 дейді. Не жерде тұрған x пен y-тің қосындысы? Бұның орнына минус 4-ті қоя салайықшы. Минус 4-не бөлу апарды минус 8. Демек, x пен y-тің қосындысы минус 4 болса, x пен y-тің азайтындысы минус 8 екен. Екеуін қосып жіберемін. X-ке қосам x-те 2x. Минус 12 бөлім 2-ге минус 6. Ол x минус 6, y-іміз. Екеуін азайтып жіберемін. X-тен ассам, или орнына қосылайық, мынаны орнына қосылайықшы. Минус 6 қосылған y тең минус 4. Минус 6-ны мына жаққа лақтырамыз, плюс 6 болып барады. 2 екен. Жауабы екеуін тапқаннан кейін көбейтіңдер дейді. Минус 12 екен. Y тең ax квадрат функциясы a және b нүктелері арқылы өтеді. N-нің мәнін табыңыз дейді. Но x пен y-тің орнына қою керек апа. Y-тің орнына 32 қоямын. 32 тең болады a, x-тің орнына минус 4 қоямын. Минус 4-тің квадраты. Так, минус 4-тің квадраты ол плюс 16 болады. 16-ны не қылатырамыз? 32-ні бөлем 16-ға a тең 2 екен. А-ны 2 екен бізде орнына қойып. Y тең болады 2x квадрат деген функция екенін ғой. Енді осы жерге келіп x-тің орнына 3, y-тің орнына келіп n-ді қоясызды. Y-тің орнына келіп n, x-тің орнына келіп 3-тің квадраты. n тең 3-тің квадраты 9, 9 өтемекке 18. Жабылды екен. Өрнегі мән табыс мұндағы a 3,85 дейді. 0,0225 плюс 0,03 көбейтілген. А-ның орны 3,85 қосылған 3,85-тің квадраты дейді. Просто есептей салайық. 0,3-ті көбейтеміз. 3,85-ке 10. 1,125 шықты. Қосамыз 3,185-тің квадраты. Мынау шықты. Қосамыз оған мынаны 1,125-ті қосамыз 0,0225-ті. 16 жазген. Келесі. Келесі. Радиусы 6-ға тең шеңбер бойынан А және Б нүктелері алынған. А нүктесі арқылы атысы жанама жүргізілген. Жанама. Б атысы бұрыш 60 дейді. Б атысы. Қыздар жігіттер, мына бұрыш 60. Осы жерде бізде бір формула. Не? Егер жанама мен қима дейік, немесе хорда болып қалды мүмкін. Қима болуы. Қиылысқан жері бізде фи болатын болса, бұл фи
альфаның жартысына тең, яғни альфа деген не ол? Центрлік бұрыш. Мына центрлік бұрыштың жартысына тең болады. Альфамыз мынау немесе мынау деп айтса болады. Мынау алыс болмай, яғни біздің альфамыз мына жермен көрсете салайын сіздерге. Мынау мына аяғымыз. Алпыс ненің жартысы? 120-ның, иә. Мына аяғымыз 120 болады. Қыздар, жігіттер, мынау центрлік бұрышымыз 120 болады. Енді сұрақ не болып тұр? АБ доғасының ұзындығы. Доғаның ұзындығы. Доғаның ұзындығы формуласы бар. Доға альфа r. Альфамыз 120. Оны радиямен жазу керек. Радиямен 120 дегеніміз 2 пи бөлінген 3. Көбейтеміз ғой радиусқа. Радиусымыз 6. 2, 2 кім? 4 пи. Жауабы 4 пи екен. Қазір. Мгм. Келесі. Теңдеудің түбірлерін көбейтіндісін табыңыз дейді. Окей. Логарифм 3 негізі x. Логарифм 3 негізі x. Логарифм 3 негізі x-ке бәрін тадей салуға болады сияқты. Мына жерде бөліктер, бөлік жазу керек x-ті. Нағандыршы, x-ті бөлік жазу керек болып тұр мына жерде, қыздар, жігіттер. 3 пен бірге емес. Логарифм 3 негізі x минус 1 астында бөлу кезінде дәрежелі. Логарифм бөлу кезінде азайтылады, иә. Логарифм 3 негізі x-тен азайтамыз. Логарифм 3 негізі 3 минус 2 логарифм 3 негізі x қылып жазу керек. Мына түбір асты деген ол 2-ден 1 дәреже. Тең 3. Так, логарифм қасиеті бар. 3 пен 3 қосқар ол бізге 1 де береді. Мынау тайм тұр онда, иә. 3 негізі x минус 1 бөлінген логарифм 3 негізі x минус 1. Минус логарифм мынандай қасиеті бар тоже. Мынау дәрежені алдына шығарады. Дәрежені алдына шығара алады. Міне 2 и дәреже алдына түседі. Міне 2-ден 1 деп. Логарифм 3 негізі x плюс логарифм 3 негізі x-тің квадраты тең 3. Мына егер 1 деген қысқарады, 1 де береді. 2 мен 2 көбейту кезінде қысқарады, 1 қылып болады. Логарифм 3 негізі x қосылған логарифм 3 негізі x-тің квадраты 3-ті не қайғылы минус 3 болып тең. Мынау квадрат теңдеу. Логарифм 3 негізі дегенді біз пока что қайталай берейік, тадисылайық. Бірінші үлкен дәреже жазамыз. Қараңдар, мынаны орнатып жазамыз. Т квадрат минус т. И сандар жазылып тұр. 1-ден астам 3-ті минус 2 тең 0. Қыздар, жігіттерде де коэффициент. Енді бір коэффициент білмейтін балалармен біз коэффициентпен жарысылайық. Көбейтсек минус 2 қоссақ 1. Қандай сандар? 2 мен минус 1, 2 мен минус 1. Әкеп орнына қоямыз. Логарифм 3 негізі x тең 2 еді. Логарифм 3 негізі x тең минус 1 еді. 3-ті лақтырамыз. Ол 2 оның дәрежесі өтеді. 3-ті лақтырамыз. Минус 1 оның дәрежесі өтеді. 3-тің квадраты 9. 3-тің минус 1 дәрежесі 3-тен 1. Ондай жауаптар жоқ, себебі түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз деп тұр. 9 бен 3-тен 1-ді өтеміз. Сырақты 3-те береді екен. Жауабы А. Суретте функция туындысының графигі берілген. Функция өсу аралығын табыңыз дейді. Функция туындысының графигі беріп қойған. Қыздар, жігіттер, өсу аралық деген сөз. Оның тақырыбын өтеміз енді. Штрек x үлкен нөлден болу керек. Мынау туындысын беріп қойған. Нөлден үлкен, яғни үстіңгі жақтан қарайсыңдар. Мына аяғы үлкен өсу аралық, мына аяғы өсу аралық. Мына екеуі өсу болып тұр. Қай аралықтар? Мына қарасаң, 0-ден бастап 2-ге дейін
нөлден басып екіге дейін бір ақ вариант бар. Нөлден басып екіге дейін және төрттен ш екіске дейін дейді. Это екі, үш, төрт, төрттен бастап шынымен дальше өсіп жатыр. Жауабы ц. Тік бұрышты үш бұрыштың катеттері 10 және 24. 10 және 24 үлкен катеттің гипотенузадағы проекциясы, яғни көлеңкесін сұрап тұр, қазақ жігіттер. Мына көлеңкесін сұрап тұр. Проекцияның формуласы бар, өткен бала білеміз. Проекцияның формуласы. Жазып қойшы не жаққа. Қазір. А, Б, С деп қояйық. Мысалға, мынау Б-ның проекциясы болса, проекция көлеңкесін табу үшін мына БЦ дейік. Б тең болады төбір астында БЦ көбейтілген С деген. Яғни проекциясы мен гипотенузасын көбейтесіңдер. Бірінші жағдайымызда 24 күн сұрап тұр екен, иә. Бірінші сын табу керек болып тұр. Гипотенуза табу керек болып тұр. Бізде 5, 12, 13 деген көп кездеседі да. 5, 12, 13 всегда. Ең қараңдаршы, 5-ті 2-ге өткен, 12-ні 2-ге өткен, значит 13-ті 2-ге өтеміз, мына 26. Демек гипотенуза 26 тұр, мына формула саласыздар. 24 тең болады төбір астында 10-ның көлеңкесі мен 26-ға тең. Көбейтіндісіне тең. Түбірден құтылу керек енді, логично. Б-сын табу үшін түбірден құтылу керек, екі жағын квадраттайсыңдар. 24-тің квадраты 576 екен. 576 тең болып тұр. БЦ көбейтілген 26. Түбірмен квадратқа кетті. 26-ны яқылаттырамыз, бөлу болып барады. Проекциясы тең болып тұр. 576 бөлінген 26. 576 26 бөле салайық. 22,1 ай, 22,1 бар еді. 22,1 бөле шығады. Дальше қысқартып көрсін, шығу керек неді. Дальше 10 сынып кері тригонометрия. Уже өрнек. Есептеу керек, иә. Арсинус минус алдына шығара ма? Иә. Минус алдына шығарады. Арк синус түбірасты 3 бөлінген 2. Минус арк тангенс түбірасты 3. Таблицада мәндерін ала саласыңдар. Синус қандай градуста 2-ден түбірасты 3 болады еді? 60 градуста. 60 деген 180 бөлінген 3. Және минус тангенс қандай градуста түбірасты 3 болады еді? 960 градуста. Пи бөлінген 3. Таблица жаттап жүріңіз, қызы жігіттер. Ортақ бөлім бар, 3 жазып қоямын. Минус пи мен минус пиді қоссам, минус 2 пи. Жауабы былай екен. 19-шы түзу параболасын екі нүктеде қиып өтетіндей к-ның мәнін табыңыз дейді. Қыздар жігіттер, парабола өтірік жасылайын. Былай. Түзу. Екі нүктеде қиып өту үшін қиған кезімне. Бірінші x1, x2. x1, x2-ден таныспай. Но дискриминанттан квадрат минус 4ac деп дискриминанттан шыққан x1, x2 деген мәндер ғой. Бұны дискриминантпен шығару керек болып тұр. Енді қиып өтетіндей, яғни екеуі қиылысқан жерлер, яғни екеуі қиылысқан сөз екеуінен теңескен жерлер. Теңестіресіңдер. X квадрат минус 9x тең kx минус 4. Бәрін бер жаққа берейік. Екі өткен дискриминантпен шығарамыз. Минус kx болып келеді, плюс 4 болып келеді. Тең 0. X-ін шығарып алайықшы. Так, минусын шығарып алайықшы. 9 минус шығып кетсе, плюс kx плюс 4 тең 0. Дискриминант. Бұл жерде a, b, c деген коэффициенттермен тұр. Мынау c, a, b, c. Дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4ac. b-ны квадраттаймыз. 9 плюс k квадраты минус 4 a, c. Енді қанаш x1, x2 қашан болады дискриминантта? Кейде дискриминантта x1, x2 болмайды. Қашан? Егер дискриминант минус сан шықса, дискриминант минус сан шықса, x1, x2 болмайды. x1, x2 қашан болады? Дискриминант үлкен нөлден болса деп қарайсыңдар.
үлкен нөлден болса деп қарайсыңдар. Сегізінші класс. Осы теңсіздік шығару керек. Дальше қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. 9 квадрат 81. 9 2 еселеймін. 18 к плюс к квадрат минус 4 өтен 4-ке 16. Үлкен нөлден. К квадрат плюс 18к. 81-ден астам 16-ны 65. Көбейтсек 65. Қоссақ минус 18 болатын сандар керек. Варианттарында түрген 13 пен 10 минус 13 пен минус 5. Жауабы минус 13 пен минус 5. Интервалға бөлеміз. Үлкен таңбасы плюс, минус, плюс, үлкендері. Яғни минус 13 пен минус 5 бірақ вариант қайтпақшы. Келесі. Табаны түсірілген биіктігі 2, ал табаны 3 см тең бүйірлі үшбұрыш екен. Тең бүйірлі үшбұрыш. Табанына түсірілген биіктігі 2. Так. Биіктік 90 градуспен түседі. Мынау 2, табаны 3. 3-ті пополам бөледі. Бір жарым, бір жарым. Қабырғаларын қосындысын тап. Бүкіл қабырғаларын тауып қосу керек болып тұр. Қыздар жігіттер емен ете жатып. Менен үйреніп қалғам. Бізде математикада ентіда именно 3, 4, 5 деген көп қолданылады. Немесе пифагормен шығарса болады, мен осымен шығарсам қанаш? 3-ті 0,5-ге өткен, 4-ті 0,5-ге өткен, яғни жартысы. Значит, это тоже 5-тің жартысы болады. 2 жарым. Или пифагормен шығарсыңдар болады. Не, 5-тің жартысы 2 жарым. Мұны тоже 2 жарым. Қабырғаларын таптың бәрін қосам. 2 жарымға 2 жарым қосам. 5. Астындағы қабырғасы өздері 3 деп айтқан. Қоссам 8. Жауабы Д екен. Келесі есеп. 50 түбірасынан шықпайды, 25 пен 2-нің көбейтін істеп қарайсыңдар. Так, енді бәріне 2 қалып қалды примерно. 25 5 болып шығады да, 2 қалып қалады. 72 деген, значит, 2-ні қалдырып қойсам, 36 мен 2-нің көбейтіндісі. Примерно вариантпен жұмыс етер. 32 деген 16 мен 2-нің көбейтіндісі. Енді 36 түбірасынан 6 болып шығады. Ол 24-ке көбейтілсе 24. Түбірасы 2. 16 түбірасынан 4 болып шығады. Ол мынаған көбейтіледі. 4 пен 3-ті өтеміз. 12 түбірасы 2. Түбірлер бірдей болса қосса болады. Міне 5 талы бар түбірасы 2-ден. Тағы 12 талы бар. 5 тал түбірасы 2 қоссам 12 тал түбірасы 2-ні 17 тал түбірасы 2 болады. Одан алып тастаймын кейін. 24 тал түбірасы 2. Бірінші плюстерін қосып тегінде қылып шығарамыз. 17 астым 24-ті минус 24. Қыздар жігіттер, 24 минус 7 түбірасты 2. Жауабы Б. А, Б, С-ді берілген теңдеулер жүйесінің шешімдері болса, А плюс Б плюс С плюс Д бәрін табу керек екен. Это сендер алмастыру әдіспен шарасында қосып азайту болмайды. Х это 6 минус 2 y деп орны қойасыңдар. Мынаның орнына, х-ның орнына 6 минус 2 y деп қойасыңдар. Мына х-ның орнына, мына бір х-ның орнына 6 минус 2 y деп қойасыңдар. Кеттік. 6 минус 2y сыртында y тең 4. Көбейтеміз кажені. 6y минус 2y квадрат. 4-ті бері қарай келіп барлығы минус 2-ге бөлінеді, бәрін минус 2-ге бөліп тастаймын. Бәрін минус 2-ге бөліп тастаймын. Мына минус 2-ге бөлем y квадрат болады. Мынаны минус 2-ге бөлем минус 3y болады. Мынаны минус 2-ге бөлем плюс 2. Қыздар жігіттер, көбейтсек 2 қоссақ мына оборот бетпен дискриминантпен жасаса болады, біз бірақ бетпен жарамыз 3. Қанасыңдар 2 мен 1. Y-іміз 2 мен 1 шықты. Орнына апарып қоямыз. X бірінші. 2-ні қосайым 2 4. X екіншім 6 минус 1-ді қоямын. 2 бірім 2. Жауабы не? 2 1 минус 2 және 4-ті бәрін қосам. 2 1
екі төртпен қосылады. Қанша нешті? Сегіз, тоғыз, үш, бес, тоғыз. Жауап тоғыз екен. Теңдеуін шешіңіз. Қыздар жігіттер, модульмен теңдеу. Біріне қылықтырайық. Минус бір болып барады. Оппо, қашан модульден шыққан соң минустан болады. Жауабы жоқ. Шешімі жоқ. Қалай беріп қой. Оңай бір балма, ой, кәдімгідей. 24-ші сеп. Теңестер жүйесін шешіңіз дейді, иә? Так, мынаны бөлек шығарамын, астындағысын бөлек шығарамын. Сосын екеуін қиылыстырамыз. Жүйе екеуін қиылыстыру керек. Үстіндегісін шығарамын. Ветпен көбейтсем минус 4, қоссам минус 3. Қанайсыңдар десе, минус 4 пен 1. Немесе коэффициент бар, қыздар жігіттер. Көбісі коэффициентті білмейді ау деймін. Сондықтан тек ветпен көрсете берейін. Минус 4 пен 1 шықты. Таңбасы, үлкен таңба қарайсыңдар. Плюс, минус, плюс. Кіші нөлден кішкентай қоямыз, аралықты қоямыз. Келесі, мына жағын көбейтсем 2, қоссам минус 3 қанысыңдар. 2 мен 1, 2 мен 1-ді қоссам минус 3 шықпайды, демек минустан береміз. Минус 2 мен минус 1-ге. Минус 2 мен минус 1. Интервалдарға бөлеміз. Үлкен таңбасы. Плюс, минус, плюс, кіші нөлден минустар қойылады. 2 рет болған аймақ жауабы. Міне, мына аяғы боялмаған. Минус 4-те минус 2 кейін боялмаған, минус 2-ден басқа минус 1-ге дейін асты үсті де боялған міне. И минус 1-ден басқа 1-ге дейін аяқ боялмаған. Жауабы минус 2-ден бастап минус 1-ге дейін. Да. Келесі сеп. Функциясына x0 нүктесінде жүргізілген жанама OX осінің оң жағымен жасайтын бұрышының тангенсі. Қыздар жігіттер, жанамада бізде бұрыштық коэффициент k деген бар, және тангенс бар, бұрыш бар. Тангенстің формуласы тангенс альфа тең болады f штрих x0. Тоже жазып алыңдар. Тангенс тең болады f штрих x0. Яғни штрихтен туынды аласыңдар да x нолевойды қою керек болып тұр. Туындысы. Функцияның туындысы 2 алдына түседі. 8x минус 5 санның туындысы 0 болады мына тең тангенске 11-ге тең. Минус 5 лақтырамыз. Плюс болып барады 16. Бөлеміз 8-ге 2 екен. Жауабы 2. Формула білсіңдер оңай. Контекст. Өлшемдері 4, 4, 12 дециметр болатын төбесі ашық дұрыс 4 бұрышты призма тәріздес ыдысқа диаметрі 2 дециметр болатын 3 металл шар тасталды. Акраннан осы ыдысқа су құйылады дейді. Пиді 3-те 1 қойыпты. Сұрақ. Бір шардың көлемін табыңыз дейді. Окей, шардың көлемі формуласы бар. Шар 3-тен 4 пи р куб. 3-тен 4 пи. Пиді, кстати, бізге 3 деп беріп қойған. 3. Радиус керек шардың. Бізге берілген мәлімет бойынша диаметрі 1 деді бағана, иә? Диаметр 2 деген, значит, шардың диаметрі 2 болса, оның радиусы 1-1-ден бөлініп тұр. Радиустың орнына 1-ді қойсыңдар. 1-дің кубы 3 пен 3 қысырады. 1-дің кубы 1, оны көбейтем 4-ке 4. Шардың көлемі 4. Ыдыстың көлемін табыңыз дейді. Ыдыс бізде призма. Көлем формуласы. Ыдыстың көлем формуласы призма болатын болса, А, Б, С, бізде параллелепипед қой, А, Б, С. Өлшемдерін көбейте саласыңдар. Өлшемдерін көбейте саласыңдар. Яғни 4, 4, 12. 4, 4, 12. 4, 4, 16. Көбейтем 12. 192. 192 шығады. Дециметр куб. Дальше
үш шарлы ыдысты А краны арқылы сумен толтыру үшін қажетті судың көлемі. Қыздар жігіттер, бағана ыдыстың көлемі ғой сол. Судың көлемі тез ыдыстың көлемі. Ыдысты полный толтыру үшін сендерге ішіне 192 шықты ғой, не? Ішіне 192 литр су керек. Бірақ ондай вариант жоқ, себебі ішінде үш шар бар. Бағана шарик бар, ненужный. 192-нің ішінен үш шарик тауып тастаймыз. Бізде бір шарик это 4 болған, е? Көлемі 4 болып қалған. Осында бізде үшеу бар. 4-ті 3-ке өтем, 12-сі не нужно, уже заполненный даған су құя алмайсыңдар, шарик тұр. Судың орнына шариктар тұр, яғни үш шарикті алып тастайсыңдар. 180. Қатты қиын емес. Егер үш шар бар ыдысты шармен толтырсақ, диаметрі сондай кем дегенде неше шар тастау керек дейді. Енді бұл жерде былай қой. Сендер бағанағы 4 12 деген мәнге қарау керек болып тұр. Анда шынымен 4 болатын болса, оның диаметрі, бұл 4 болатын болса, диаметрі 2 болатын шариктен 2 ақ шарик сияды мына жақта. Мына жаққа 2 ақ шарик сияды былайынан. Өйткені мынау 2-ден уже 4 шығып қояды. Бұл шарик мына жерде бар міне. Ортасында тұрған шарик мына жаққа қойса да, былайынан 2 ақтал шарик сияды тоже. 2 ақтал шарик былай сияды. В общем, основаниесінде, бір ыдыстың основаниесінде 4 ақтал шарик сияды, қыздар жігіттер. Потому что былай 4 не позволяет. 2 ақтал шарик былай, 2 ақтал шарик былай. Сыймайды даже, не позволяет. Яғни оның основаниесіне 4 ақтал шарик кетеді. И оның биіктігі 12. Представьте, 12. Сендер былайынан бір шариктерінің уже биіктігі 2 болып тұр. Сонда да сендерде қанша ряд кетеді примерно? 12-ні 2 көреміз, 6 ряд кетеді. 6 ступеньки. 6 этаж деген сияқты ғой. Әр этажы 4 шариктен 4 шар. Мына жақта 4 шар. Деген сияқты. Получается, сендер 6-ны көбейтемін 4-ге. Каждый этажа 4 шариктен 6 этаж құрасыңдар. 24 шар сияды екен. 24 шар. Жоқ, 24 деген белгілеп қойсыңдар, қате кетеді. Қате кетеді неге? Өйткені дойды бізде ыдыста 3 шарик уже бар. Әлі қанша керек екен? 3 шарик бар. 24 керек, уже үшеуі готовы, значит 21. Өйткені біз уже үшеуі ішінде и так тұр. 21 шар керек әлі. Жауабы да. Егер ыдысты диаметрі 2 дециметр болатын шармен толтырып, бос қалған бөлікті сумен толтырса, су көлемін табыңыз дейді. Окей. Тура бағана міне 24 шарик бар бізде. 192 барлығы. Потом шариктермен толтырамыз дейді. Шариктермен толтырса, шарлармен толтырса, бір шарымыз бізде 4, оның көлемі. И таких бізде 24 шарик ішіне сияды. 24-ке көбейтеміз. 4-ті көбейтеміз 24-ке. 96 шығады. Яғни 96 уже занят. Бұлар уже 192-нің ішінен 96 уже занят. Азайтып тастаймыз. 192-нің ішінен 96 занят уже. 96 қалып тұр. Қалған 96 бос, бол, сумен кетеді. Сумен толтырамыз. Сумен толтырамыз. 96 кетеді. Контекст бітті. 31-ші сұрақ. График берілген екен. Y тең -5 болғанда абсцисса деген x қой. X деп жазса болады, адам сәл бүйтіп шошытқылар келеді, x деген сөз. Y -5 кезінде x-іміз біздің 6 екен. 6 болады жауабы. X -2 кезде ордината деген сөз ол y деген сөз. Ординатаның орнына y деген сөз, қыздар жігіттер. Y. X -2 кезде y-іміз сұрап тұр, 4 болады екен. Келесі. Теңдеуінің түбірлері шартын қанағаттандырса, x және x2 мәндері дұрыс жауаптары сәйкестендіріңіз дейді. Мен мына жақта мына есеп біраз орын алады ау қазір. Жаңа айнымалы енгізу керек болып тұр мына жерде. Жаңа айнымалы енгізу керек болып тұр, қыздар жігіттер, мына орын керек.
бөлек орын керек болып тұр кәдімгідей. мынаның орнына тура мына солда просто көрініп тұр ма екен? Көрініп тұр, иә. Мынаны т деп алу керек болып тұр. X плюс xтен бірді т деп алу керек болып тұр. Қыздар, мына тура соның просто квадраты. X квадрат плюс x квадраттан бір это т-ның квадраты сияқты, бірақ минус екісі бар сияқты. Жаңа айнымалы кездесіңдер ғой, т деп мынаның орнына сол кезде квадрат керек па? Екі жағын жаймен квадраттап көрсеңдер, қысқаша код формасы шығады. А квадрат плюс 2а б плюс б квадрат тең т-ның квадраты. X пен x жойып кетеді. Саған керегі x квадрат плюс x квадраттан бір как раз міне тұр. И мына плюс 2-ні мына жаққа лақтырасың, мына минус 2 болып барады. Сол үшін мына жерде жаңа айнымалы келеді. Т квадрат минус 2 деп. Минус 2-ні ұмытып кетпеңдер дегім келіп тұр, қыздар жігіттер. Минус 2-ні ұмытып кетпеңдер. Абайлаңдар. Кеттік. 2 мынаның орнына келіскенде т квадрат минус 2 деп қоясыңдар. Плюс 9 тең 7 мынаның орнына т дей саласыңдар. Все, дальше дискриминант етпен кетесіңдер. 2-ті минус 2-ні 2 көтем 4, 9, 7-ні не қап келіп минус болып кетеді. Реттеп қояйық. Бірінші үлкен дәреже тұрады, потом бар. 7 тыдыру керек, потом сандар уже. Минус 4-ке қоссам 9 плюс 5. Мынау коэффициент, қыздар жігіттер. 2-ке қоссам 5, 7, 7-тен алсам 7, 0. Дискриминантпен шығарсаңдар да болады. Мен коэффициентпен шығарсам жауабы всегда 1 және с бөлінген а. Жауап 1 мен 5 бөлінген 2 деп жауабын белгілемейсіңдер, себебі бұл т. Оны әкеп орнына қоясыңдар. Орнына әкеп қоямыз. X, xтен 1 тең т, және x, xтен 1 тең 2 жарым, 5 бөлінген 2. Ортақ бөлім беріп шығарамыз, сізге жауап шықпау керек қазір. X квадрат плюс 1 тең болып тұр. X'ті не қап келемін? Мына дискриминант мән шықпайды. b квадрат минус 4ac минус 3 шығып қалады, жауабы жоқ, мынадан шығу керек. Ортақ бөлім 2x, 2x'тен беремін, мына жаққа 2 керек, мынаған x'тен керек. 2x квадрат плюс 2 тең 5x. 5x'ті бері қарап келіп аламыз. 2x квадрат минус 5x плюс 2 тең 0. Дальше дискриминант немесе ветпен кетеміз, көбейтсек 4 қоссақ 5. 4 пен 1, 4 пен 1. Жауабы 4 пен 1 емес, 2-ні бағаны қарызға бере тұрғам, соған бөлем. 2 және 0,5. x2 үлкен дейді. x2 үлкен, значит, мынау x2 болып тұр. Мынау 2, мынау 0,5. Абайлаңдар. Мынау. Мынау 2, мынау 0,5. Қабырғасы 8 сантиметр, биіктігі 1. Қабырғасымен 60 градус бұрыш жасайды. Биіктік, қыздар жігіттер, 90 градус бұрыш жасайды. Бірақ бір қабырғасымен 60 жасап тұр екен, иә. Ромбтың биіктігі мен іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Жақсы. Ромб тақырыбын бөлу керекпіз. Бұл себеп бұл үшін. Ромб сай қазір. Биіктік сүрейін. Мына жақпен 90 градус. Бір қабырғасымен 60 дей ма? Мына аяқ 60, значит. Мына аяқ 60 болып тұр екен. Қабырғасы 8 ба? Мына аяқ 60, мына аяқ 90, үшінші бұрышы 30 болады. Оппо, бітті. 30 градус терімізді білу керекпіз, қыздар жігіттер. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жарысына тең болады. 8-дің жарысына тең болады. 8-дің жарысы 4. Биіктігі 4 екен. Потом радиус деген не дейсіңдер? Радиус ол биіктіктің жартысына тең болады. 4-дің жарысы 2 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 болады. 4-дің жарысы 2
келесі өспелі арифметика прогрессиясында А2 мен А4-тің көбейтіндісі минус 20, А1 мен А5-тің қосындысы 8 болса, алғашқы 6 мүшесінің қосындысы мен 9-шы мүшесінің дұрыс жауаптары сәйкестендіріңіз дейді. Мына есепте. Енді маған біраз орын керек болады ау қазір. Қыздар жігіттер, таза мен зарядканы қойып алайыншы. Бұл өтіп отырайын деп отыр. Так, А2 деген не болды десе? А1, да, жеті жұты. Окей. Индекстер келіп тұр екен, қыздар жігіттер. Қараңдар. Екеуін қоссам алты, мына екеуін қоссам алты. Арифметик прогрессияда мындай қасиет бар. Өтірік АН қосу АМ дейін тең болады АК қосылған А, өтірік Л десеңші. Мына қыз әміністесе болады, егер N мен M-нің қосындысы К мен L-дің қосындысына тең болса, аналардың қосындысы индекстері тең болса, аналар замена жасаса болады екен. Это біздің ана орнына А2 мен А4 десе болады. Потому что бірге 5 қоссаң 6, екіге 4 қоссаң да 6 емес па деп замена істесе болады. Қараңдаршы, өсіп істесе болады. Мына өтірік x пен y-тің сәтті. X пен y-тің көбейтіндісі минус 20, а x пен y-тің қосындысы 8 деген зат есеп екен да мынау. X деген не ол? 8 минус y орнына қоямын. 8 минус y-ті көтемін y-ге тең минус 20. Фантомия аша қойық. 8y минус y квадрат 20 мына жаққа плюс 20 болып келеді. Бәрі минус 1-ге бөліп жүремін, көбейтіп жүремін. Минус 1-ге көбейтсем y квадрат шығады. Y квадрат минус 8y минус 20 тең 0. Вет сияқты. Мына жерден ветпен ашарса басында, иә. Көбейтсек минус 20, қоссақ 8. Қандай сандар дейді? 10 мен 2. Біреуінде минус бар. 2-де. Получается, бізде y-іміз 10 мен 2 екен. Болды, шықты, получается. Получается, мен y деген А4-ім ғой. А4-ім менде 10 мен А4-ім минус 2 шығып тұр. Енді өспелі дегенге, скорее всего, қазір бізде 10 деген жауап болады өзімше. X тауып керек. X менде 10 болса, это 10. Ой, мына 10 менде это значит минус 2 болып тұр. А2 минус 2 болып тұр. Мынау, сори, наоборот бола алмайды екен. Болады, дұрыс өсіп жатыр. Планета А2. Так, минус 2 не жаққа болса? Көтем оған 10-ды. А2 менде 10 бола алмайды. Неге? Өйткені өспелі деп тұр. 10 екінші мүше, потом төртінші мүше минус 2 болып кете алмайды. Өсіп жатқан жоқ, келіп жатыр. Мына жауап дұрыс. Енді осы жерден мынау прогрессия орындар. Д-ны тауса болады. Д-ның формуласы А4 минус А2 4 минус 2. 10-нан астам минус 2-ні бөлем оны 2-ге. 12 бөлім 2-ге 6 екен. Ажырас 6 деген шақпен аттап тұр. Получается, бізде прогрессия бар. Бізде мынада минус 2, каждас 6 аттайды. Есте көрші, 6 қосам 4, 6 қосам 10 шымен шығып тұр екен. До этого, значит, 6 қосылса, это бізде минус 8 болғаны. Минус 8-ге 6 қоссақ, минус 2 шығып тұр. Сұрақ қандай? А9 сұрап тұр. А9-ның формуласы А1 плюс 9 болсын 8 жетпей тұр. А1 менде минус 8 қосап оған 8 Д менде 6 де. 6 8 48, астам одан 8-ді 40 шығады екен. Мына жауап бар, мына жауап 40 екен. S6-ның формуласы
Так, менде А1, менде минус Е шықты. S6 формуласы 2А1 n минус 1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген n деген формула. Соған салып бердік. 2-ні өтемін минус 8, 2-ні өтемін минус 8-ге минус 16, плюс n астан бірді, яғни 6-нан астан бірді 5, 5-ті өтемін дағы. 6-ға 30, бөлемін 2-ге көбейтемін 6-ға. Минус 16-ға қосам 30-да 14 болу керек. Бөлемін 12-ге көбейтемін 16-ға. Қарайық. Ну, есеп, но нормально, тоже қайталап бір көріп алыңдар. Негізі бәрін А1-ді мен шығарсақ болады. Жауаптары болды. Ананікі 42, ананікі 40. 42 шықты, мынада 40 шықты. Келесі. С-ның қандай мәнінде дейді. Бір түпір, бір түпірі бірге тең. X1 бірге тең дейді. Қызыр жеттер, X-ті беріп қойған ба, орнына қойыңдар. 4 көбейту 1-дің квадраты минус 5 көбейту 1 плюс С тең 0. 1-дің квадраты 1 көбейту 14-ке 4 болады. 5 1 5. Так, 4 жасан 5-ті минус 1, минус 1-ді не қылатырамыз? Плюс 1 бар. С бізде 1 кезінде. Жауабы С 1 кезінде деген мына жауап болады. Дискриминант нөлге тең дейді. Дискриминантын тапайық. Б квадрат минус 4 АС. 5-тің квадраты 25 минус 4 АС. А-ның орнында 4 тұр, С-ның орнында С тұр. Дискриминант нөлге тең дейді. Жақсы. 4 4 16. С-ны табу керек, С-ны алып қаламын. 25 лақтырамыз. Минус 25 болып барады. Минус минус қысқарады да. Көбейту 16-ны лақтырамыз. Бөлі 16 болып барады. 25-ті бөлім 16-ға 1,16-дан 9. Жауабы 1,16-дан 9 екен. Келесі таблица котангенс 30 градуста. Котангенс 30 градуста түпірасы 3 болады. Минус синус 120 градуста. Тоже таблица қызы жігіттер. Түпірасы 3 бөлінген 2. Ортақ бөлім 2-ден бер жүрейік. 2 түпірасы 3-тен азайтамын түпірасы 3-ті. Түпірасы 3 бөлінген 2 шығады екен. Жауап мынау. А. Түпірасы 3 бөлінген 2-ден мынау да кіріп кетіп тұр, мынаны қараңдар. 2-ні түбірдің ішіне кіргізіп жіберген ол общий түбірге кірген дейді. 2 түбірге 4 болып кіреді. Абайлаңдар. Суреттегі мәліметтер бойынша қималардың арақашықтығы мынадан басқа мынаған дейін сұрап тұр екен, қанша болады дейді. Шарт центрінен қималарға дейінгі арақашықтығымыз. Мынадан что-то былай қанша, былай қанша дейді. Окей. Мына санда что-то таңыз қой. Қыздар жігіттер, былай тартсам мынау радиусы. Радиус қаныш 5, былай тартсам да 5, былай тартсам да 5. Бүкіл жерге радиусы бұның 5 болып тұр. Радиусы былай тартсам 5 екен. Мен қараңдар, мынаны сұрап тұр бізге. Мынау радиусы 13 па? Бұл шарт, үлкен шарттікі 13. Былай тартсам да любой жерге 13 бола береді бұл шарттікі. Үлкен шарттікі радиус 13. Ол шарт әкеп мына жақта тартамын мен. Мен бағана айтқам, бізде 5, 12, 13 деген бар. Қыздар жігіттер, мына жер 12. Мына радиустарындашы, мына бір шеңбердің радиусын қарайық. Қиманың радиусы 12, ол тек былай 12. Қиманың 12. Қиманың 12. Енді қиманы былай тартайық. 12 болсын. Мына радиус, помните, мен айтқам, шардың радиусы маған 13 айтқам, үлкен шарт 13 былай 13 кете береді. И ол 13 әкеп былай қойса болады да міне. Тік. 12, 13, мына аяғы 5. 5, 12, 13-тен тұр. Қашықтықтар 12 мен 5. Еще екі қиманың қашықтығын сұраған. Мына қималардың аяқтан басып мына аяққа дейін қанша? 5 пен 12 қосам общий 17. С. С жауап дұрыс екен. Дальше. Сандар жұбы теңдеулер жүйесінің шешімі болса, қосындысы мен көбейтіндісі тап дейді. Енді естеуін отыр кәдімгі. Еліне орнына қойса болады, жақсы, окей. Естеу керекші. Мына жерден 2-ның x дәрежесі демей-ақ қой. 2-ның x дәрежесінің орнына a десілайық, 3-дің y дәрежесінің орнына b десілайық. Обратно басқасан екен ғой, бөлу керек болып тұр, бөлік көбейту керек болып тұр.
бөліп көбейтіп көреміз қазақ жігіттер. Бір біріне бөлейік. 2х 3y бөлеміз. 3х 2y мынау орналастырып жазайыншы. 108-ді бөлім 72. Екеуі де 36-ға қысқарады. 2-ні 36-ға қысқартамын. 3 болу керек. 108-ді бөлем 36-ға. 3 екен дұрыс. Қыздар жігіттер қандар? Икстер мен икстер бірдей. Игректер мен игректер бірдей. Игректер мынау боламын. Икстер мынау боламын. Ну, почти сол екен. Бірақ мынаны орын ауыстыру керек ол үшін, иә. Орын ауыстырған кезде қыздар жігіттер дәрежеге минус шығады. Не мен баға айтып кеткен көбейту кезінде дәрежелері қосылады. Не екен көбейту кезінде дәрежелері қосылады. Минус х плюс y тең болып тұр. 2-ден 3. Қысқарды бір дәреже, яғни минус х плюс y тең 1 екендігі жазылса. Енді мынаны бөліп көрді, енді көбейтіп көрейік бір-біріне. Көбейтіп көрейік. 2х 3y-ді көбейтемін. y 3х-ге. 108 бен 72 тоже көбейтіледі. Так, енді 2 мен 2-ні көбейтсе болады. Ана үшін өтін. Х-тер шығарбасы болады екен, иә? 2 мен 3-тен 2-ін х шығарып алайық. Мұны 3 пен 2-ден 2-нен y шығарып алайық. 108 пен 72-ні көбейтудің керегі жоқ, көбейтсейші. 7776. 7776 жатыр. Мына екеуін көбейтсем 6. Мына екеуін көбейтсем 6. Мына 6-лар бірдей ма? Көбейту кезінде мына екеуінен 6-ны жарып алсам, көбейту кезінде дәрежелері қосылады. Мынау 6-ның бір дәрежесі болып тұр демек. 6-ны өзіне көбейтуіміз 6 көбейту 6. Куб 4 дәреже, 5 дәреже. Мынау 6-ның 5 дәрежесі екен. Қысқарады. Х пен y-тің қосындысы 5 екен, оказывается. Қосындысын сұрап тұр, уже 5 екен табылды. Көбейтіндісін сұраса, енді тауып көреміз қазір. Х пен y-тің қосындысы 5, минус х пен y-тің қосындысы 1 екен. Екеуін қосып жіберейік. Қосса минус х қосам х-ті 0 болып кетеді. Y қосам 2y, 1-ге қосам 5-ті 6, y тең 3. 3 болса, демек х-іміз бізде 2 екен, себебі қоссам 5 шығу үшін. 2 мен 3 шықты, көбейтіндісін сұраған бағана. Көбейтсек 2 мен 3-ті 6 екен. Жауабы 6. Есеп мынау қиындау кейін. А параметрінің қандай мәнде өрнегі мүмкін мәндер жиыны мынандай болады дейді. Мүмкін мәндер жиыны бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Это 7 минус 7 боламайды дейді. Х-іміз минус 7 боламайды, және 7 боламайды. Значит, у этого х-тің квадраты 49 боламайтын болып тұр. Жігіттер. Мүмкін мәндер жиыны 49а квадрат минус х квадрат тең емес 0-ге негізі. 0-ге тең деп қарай берейік. Мына жерде х квадрат 49 болмау керек. Мынаны орнына 49 қоямыз қазір. 49а квадрат тең болып тұр. Не қыла тұрайық? Х квадратқа. Х квадратымыз 49-ға айттық. 49 ойнаймыз. 1. Қандай сан квадраты 1 болады? Тек қана плюс минус 1-дің а-ның орнына 1 және минус 1 бола алады екен. Соңғы есеп 4-тен 1, 8-ден 1, 16-тан 1, көп нүкте. Көп нүкте деген ол подсказка. Еще қосу шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы. Формула шексіздікі. B1 бөлінген 1 минус Q. Каждырасы 2-ге бөлініп отыр екен. Демек, Q-мыз біздің 2-ден 1 болады. B1-мыз бізде бірінші мүше. 4-тен 1. Формула саламыз. 4-тен 1-ден
Төрттен бірді бөлеміз бір мен сегізден бірге. Бірден екіден бірді алсам, ортақ бөлім екіден бірім, екі бірім, екі астан бірді екіден бір, сатылы бөлшек көтеріледі, төрт не қылып түседі. Яғни екіден бір, 0,5 шығады екен. Жатқан аралық 0,5 де бар ма? Жоқ. 0,5 бар ма? Бар. 0,5 бар ма? Бар. 0,5 жоқ, 0,5 жоқ, 0,5 бар. Абайлау керек болып тұр. Окей. Жұмысқа талдау түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсініксіз болып қалған жағдайда қайталап қарасаңдар болады. Егер одан да түсініксіз болып қалса, сұрасыңдар болады. Ағай, мына қалай болады мына жер деп өзімнен келіп сұрасыңдар болады. Жақсы, сау болыңдар.